ойланып жүрмін. Мен негізі вообще мұғалімдікті қойсам ба деп ойланып жүрмін. Мұғалім өзгермейінше оқушы өзгермейді. Міне мен жас маманға келіп отыр, бір күн сөйлестік осы жерде. Айдос аға тұрып қойсаңыз болады орныңызда. Айдос аға жас маман бізде ағылшын бәрінде. Үйленбеген, бала шағасы жоқ, үйінде миын ашып жатқан әйелі жоқ. Мысалы мен 4 балам. Айдос айттым, Айдос аға сендер вообще неменен ашып жүрсіңдер деп. Жоқ, келеді, кетеді, қашып, айтып, ешкім көп қоймаса болды, артық жұмыс істегісі келмейді ғой енді. Алмай жүрсіңдер дедім да. Мен жүрген жүрсім мынау дедім. Өлейін деп жүрмін дедім. Айдос аға айтыңыз, мен айтып отқаным рас солай болды. Мен деген 4 балам бар дедім. Мен Айдос аға мені міндетсіп қойып, мына блогерство дегенді қосып алып, жұмыстың үстіне жұмыс жамап жатыр. Сосын Айдос аға айтты, сәл ойланып жүрмін. Мен негізі вообще мұғалімдікті қойсам ба деп ойланып жүрмін дейді. Мен төбемнен жай түскенде бар. Сонда қалай? Жоқ, шаршадым дейді. Ойбай, сендер дым істемей жасаватсыңдар ма? Күнде отчет, бір нәрсе, сабыншылар бүйтеді, сөйтеді, айлығы көптеу жүрген. Айдос дедім, мен осыдан 2010 жылы бастауыш сынып мұғалім болып бастағам, 22 мың айлық деп. Мынау лесозавод деген жерде. Одан әдістемелік кабинетте 5 жыл әдіскер болып 40 теңге. Әлдеқайда шүкірсіңдер ғой деймін да сендер. Қай мамандықта жарты күн істеп жарты миллион алып жатыр, айтыңыздаршы. Құлжа бақтамайсыздар ма? Жоқ қой. Бұл деген үлкен көрсеткіш, бұл үшін үлкен рахмет айту керек. Оқушының көзінде от жоқ деп келіп қазір Құдайға шүкір біз лаулап жатырмыз енді. Мен қолым тимейді, лаулаған сонша оқушылар мен физически үлгермейді. Енді менің мақсатым келесі. Мұғалімдерді жандыру керек болып жатыр да.